Барлықтарыңызға сәлем. Жұлдыздар уақыты каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз түрік сериалдарының ең талантты және ерекше актерлерінің бірі Илкер Калели туралы айтатын боламыз. Көпшілікке ол «Бір сен үшін» телехикаясындағы әсерлі рөл арқылы таныс. Бірақ бұл актердің шығармашылығы мен өмір жолы әлде қайда терең. Илкер Кан Калели 1984 жылдың 11 мамырында Стамбул қаласында дүниеге келген. Әкесі Ван аймағынан, ал анасы неміс және түрік тектес. Яғни оның мәдениеті де, тәрбиесі де өте бай ортада қалыптасқан. Алғашында Илкер актер болуды емес, өнер менеджментіне оқуды таңдаған. Ол Стамбул культур университетін бітірген. Бірақ өнерге деген сүйіспеншілік оны Лондонға, әлемге танымал Ламда академиясына алып келеді. Дәл сол жерде ол кәсіби актерлік шеберлігін шыңдайды. Экрандағы алғашқы рөлі Сон сериалы, ал нағыз танымалдылығын оған Жоғалған қала жобасы әкелген. Бірақ Илкер Калелиді үлкен жұлдыз еткен әйгілі «Бір сен үшін» сериалы. Онда ол күрделі, тағдырлы Пойраз кейіпкерін сомдап, көрерменнің жүрегіне жол тапқан. Бұл рөлі үшін ол алтын көбелек марапатын жеңіп алды. Оның шығармашылығы тек сериалдармен ғана шектелмейді. Илкер музыкаға да өте жақын. Ол гитарада, пианинода, тіпті барабанда да ойнайды. Кейбір жобаларында өз дауысымен ән де орындаған. Соңғы жылдары актер әртүрлі бағыттағы жобаларға қатысып, өзінің әмбебап талант екенін тағы да дәлелдеді. Ал жаңа көрермендерге ол «Тонау» сериалындағы рөлі арқылы таныла бастаған болатын. Илкер Калели эмоцияны шынайы жеткізетін, әр рөлге жан тәнімен кіретін, кадрда да өмірде де қарапайымдылығымен ерекшеленетін актер. Сондықтан ол түрік сериалында сүйетін көрермендері үшін ерекше орын алатыны сөзсіз. Илкер Калели 2018-2020 жылдары белгілі түрік актрисасы Бурчин Тензиоғлымен, яғни Айшагүлмен қарым-қатынаста болды деп кейбір жерлерде көрсетіледі. Олар «Бір сен үшін» сериалында бірге ойнағаннан кейін жұп бола бастаған. Қазір ресми түрде бойдақ. Бірнеше рет шетел актрисаларымен байланыстырылды, бірақ расталған ақпарат жоқ. Илкер отбасы туралы көп ақпаратты жария етпейді. Интервьюлерінде отбасының жеке өмірін қорғауды жөн санайтынын айтқан. Музыкаға қызығу анасы жағынан берілген деседі. Анасы жас кезінде өнерге жақын болған.